Баршаңызға сәлем достар, біз бүгін өте дәмді шакшука немесе менемен деп аталатын тағамды дайындайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер қызанақ, жұмыртқа, болгар бұрышы, сарымсақ, пияз және тұз, қара бұрыш, паприка және қант және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кептірілген аскөктер керек болады. Ең алдымен біз пиязымызды алып, оны кубиктап әдемілеп турап аламыз. Содан соң болгар бұрышын да кубиктап турап аламыз. Ендігі кезекте сарымсағымызды осылай езетімен езіп аламыз. Негізі шакшукаға осындай езілген сарымсақтар жақсы келеді, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Енді қызанақтарымызды алып, барлығын ортасынан бөліп шығамыз. Қызанақтарымыздың қабығы бізге керек емес, сол үшін де осындай үккіштен өткізетін боламыз. Барлығын видеодағыдай өткізіп аламыз. Енді қызып тұрған табамыздың үстіне кішкене май құямыз да, қызғаннан соң пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң болгар бұрышын салып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Міне осылай қызарғаннан соң үстіне сарымсақты салып, оны да жақсылап араластырып отырып қуырып аламыз. Көкөністеріміз осылай қуырылғаннан соң үстіне қызанақтан жасалған шырынды құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне тұзды, қара бұрышты, паприканы және қантты салып жақсылап араластырамыз. Көкөністеріміз кішкене қуырылғаннан соң жұмыртқаларды кезек-кезек салып, астын жай қойып, 10 минуттай бетін жауып бұқтырып қоямыз. Біздің өте дәмді шакшука деп аталатын тағамымыз осымен дайын. Енді үстіне кептірілген аскөктерді сеуіп, тағамды ұсына берсеңіздер болады. Бұл тағам сіздерге ұнайтынына сенімдімін, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.